Өткен жолы Тұрар мен Таспай алғашқы фиттерін бір апта көлемінде шығарамыз деп еді. Бүгін жігіттер уәделерінде тұрып бейнебаяндарын жарыққа шығарды. Айтуларынша туындыларындағы махаббат хикаясын өмірден алған. Бәрі өмірден алынады, иә. Бірақ кеше болды, бір жыл болды деп айта алмаймын, қай уақытта болған. Болған нәрселер өмірде болатын, бәрінде кездесетін, сондай. Бәріне ортақ қой, жүрегі бар адамдарға. Шын өмірде мұндай жайттарды кіммен бірге бастан кешкендері белгісіз. Десек те бейнеклиптегі рөлдерін жігіттер бар эмоцияларға беріліп сомдаған. Ал оған жандарындағы актрисалар да зор септігін тигізген. Нақтырақ айтсақ та Мелис пен Разиюша ғой. Актриса таңдау жөнінде Есекем айтты, өзің таңдай бер деді. Сосын өзім Сенем бұл жерде. Өзім достармын ғой. Бірге араласамыз, сосын ұсыныс жасадым. Сосын трек бар, фит бар, біз жазып жатырмыз. Қалай қарайсыңдар деп. Келісті қыздар, рахмет қыздарға үлкен. Күшті қыздар таңдап алдық па идея. Күшті қыздардың өздері де атсалысқандарына қуанышты. Әрине мынандай драмаға түсуден, Тұрар мен төбелесуден қалай бас тартасың? Екеуміз ұрсамыз. Тұрардың қызын сомдаймын. Екеуміз машинада отырамыз, ұрсып қаламыз, қырылсамыз, төбелесеміз. Сөйтіп екеуміз екі жаққа айырылсамыз. Тұрар мен төбелесу Томиристің өзіне ұнап қалған көрінеді. Сондықтан келесіде ұрыс-керіс сахналарына кімді шақыру керектігін біліп жүріңіздер. Дегенмен қызуғанды қарым-қатынастың нағыз көкесін Таспай мен Разиюша көрсеткен. Бейнебаянда ара қатынастардың соңғы кезеңін көрсетеміз. Біз ұрысып жанжал шығарамыз. Менің ойымша мұндай жайттар әрбір адамның өмірінде болды. Айта кетейік, бұл рөл Разиюшаның актрисалық дебюті. Оған қоса ол өзін басқа да қырынан танытуда. Себебі Разия енді арнамыздағы Топ 10 бағдарламасының жүргізушісі. Мен алғашында қонақ болып келгенде өзімді үйдегідей сезіндім. Ал жүргізуші ретінде шақырғанда бәрі керемет болатыны әбден сенімді болдым. Бірақ Алмагүлдің жетіспей тұрғанын да білем. Әйтпесе бәрінің маған жазып жатқаны сол. Разияның бастамаларына қолда көрсетіп жіберсеңіздер артық етпес. Бейнебаянға оралайық. Драма кингтер мұнымен шектелмейді. Олардың сіздерге дайындап жатқан туындылары аз емес. Менде дайындалып жатыр бірнешеуі. Бірге бірлесіп жасайтын тағы да бірнеше артистермен бар тректер. Сосын өзімнің жеке әндерім бар. Баяу да бар. Өзім жақсы көретіндей хип-хоп, R&B бағытында. Осы айда үлгірсем егер тағы бір сольный трек шығады. Ең басты жаңалығымыз осы айдың аяғында Алматы аренада, Алматыда ең алғашқы бір үлкен концертімізді берейін деп отырмыз. Соған дайындық қызу бізде басталды. Осы видеоны бітіремін, и сосын бірден уже концертке дайындыққа бастаймыз. Ендеше Монстр трегі мен бейнебаян бағалағаннан кейін Тұрардың концертіне билет алуға асығыңыздар.